Соңғы 10 жыл ішінде Қазақстанда 40 мың жалған дәрі-дәрмектер табылды. Ол жайында Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Қаржылық полиция атақты маркалы алкоголь өнімдерінің көшірмесін жасап шығаратын 3 зауыттың жұмысын тоқтатты. Жамбыл облысында қаржылық полиция қызметкері квас дайындайтын астыртын цехты анықтады. Атақты итальяндық дизайнерден ұсынылған футболкалар бар болғаны 1000 теңге. Немесе 500 теңгеге әлемге әйгілі маркалы иіссулар. Еліміздің нарығында мұндай жақсылықтар жетіп артылады. Ұялы телефондар, тұрмыстық техникалар, дәрі-дәрмектер мен сусындар. Осының барлығы алаяқтардың қолына әлде қашан жеткен. Заманауи технологиялар ғасырында кез келген заттың жалған түрін жасап шығаруға болады. Және де егер киім-кешектер ешқандай зиян келтірмесе де, ал жалған дәрі-дәрмектер денсаулыққа кері әсерін әбден тигізуі мүмкін. Сарапшылар контрафакты мен жалған заттарды айыра алу өте маңызды дейді. Контрафакт тауарлар деп интеллектуалдық меншік құқығын бұза кірген тауарларды айтамыз. Ал жасанды заттар нағыз түпнұсқа ретінде берілетін алдамшы тауарлар. Конечно же, удобнее взять уже раскрученный бренд. Ләйла Ташенова, заңгер. Әрине, бұрыннан атағы шыққан брендті алып көшіре салған әлде қайда оңай. Себебі ол брендтің нарықта өз абырой беделі бар. Тіпті осы тауарды тұрақты пайдаланып тұратын тұтынушылары да бар. Сол үшін атақты марканы жамылып, жалған түрін жасап шығарған әлде қайда тез әрі қолайлы болады. Қазақстанда қаржылық полиция жыл сайын қарапайым шырыннан элиталы алкогольге дейін шығаратын заңсыз астыртын цехтарды жабады. Дей тұрғанмен мұндай өнімдердің қауіптілігі жайында көпшілігі біле бермейді. Их чаще всего называют контрафактными товарами. Ондай тауарларды контрафактылы немесе жалған тауарлар деп атайды. Олардың қоғамға қандай зияны бар? Біріншіден, контрафактылы тауарларды өндіретін адамдар салық төлеуден қашады. Осылайша Қазақстанның бюджетіне кесірін тигізеді. Екіншіден, олар түпнұсқалы өнімдер өндіретін компанияларға зиянын әкеледі. Очень большой вред. Дүниежүзілік кедендік одақ және халықаралық сауда палатасының мәліметтері бойынша жыл сайын әлем экономикасы 800 миллиард доллар шамасында зиян шегеді екен. Ввоз контрафакта вообще это беда по всему белому свету. Геннадий Шестаков, кедендік брокер. Контрафакты бүкіл әлемнің қайғысы. Бұл тек Қазақстанда ғана емес, Ресейде де, ақш-та да бар. Және мұндай жағдайда құқық иеленушілер әртүрлі қарсылық шараларын жасауда. Біреулер өз еліне сырттан әкелінетіндерге қатаң шектеу қойып жатыр. Демек, автордың мақұлдаған делдалдарын дистрибьюторларды немесе қандай да бір сауда желілерін анықтауда, ал кейбіреулер керісінше мұндай жағдайды ымырашылдықпен қарайды. И дает возможность. Жасанды өнімдердің 80% Қытай өндірушілерінен келеді. Оның үстіне ірі компанияларға зор нұқсан келтіріледі. Сараптама мәліметтері бойынша жалғандық индустриясы үлкен жиырмалық елдеріндегі 2,5 миллион адамды жұмыссыз қалдырды. Әрине, жалған заттардың бағасы нағыз тауардан 10 есеге арзан. Ол қолайлы емес пе, бірақ сапасы сын көтермейді. Здесь и налоги другие. Мұнда салықта басқаша, сапасы төмен тауарларды әкелетін компаниялар көлеңкеде қалып қоюға тырысады. Демек, олардың тауарлары мүлдем өтпейді, немесе қандай да бір шартпен өтіп кетеді. То есть у них эти товары либо... Бұл Айдын Жасыбаев. Бозбала үнемі әдемі киініп жүруді әдетке айналдырған. Себебі ол шоу-бизнес саласында жұмыс істейді. Жас жігіт жасанды киімдерді брендті тауардан ажырата алады. Жаңағы бойны, немесе қолы, жеңі жаңағы басқаша болып кетуі мүмкін, яғни үлкен болып кетуі мүмкін, содан байқауымыз болады. Одан кейін тігісінен байқауымыз болады. Одан кейін жаңағы этикетка дейміз ғой. Этикетканы аңғарған кезімізде жаңағы қазір жаза беретін болдық, мән Италия, Франция, анау мынау деген сияқты. Бірақ дегенмен жаңағы қазіргі мынау Турция дейміз, сол Турцияның киімдері бізде көптеп келіп жатыр. Соларды жаңағы ең бастысы қолмен ұстап көрем. Яғни кейбір жаңағы Қытайдың киімдерін жаңағы бірден тартсаң, кәдімгі сөгіліп кетуге тура қалады. Ал нағыз дәрі-дәрмектерді таңдап білуді Айдынға өмірдің өзі үйретті. Шоуменге бір кездері бас ауру дәрісінің орнына сапасыз дәрі тап болады. Одан ешқандай жақсы нәтиже сезінбеген кейіпкеріміз ақшасын осылайша ысырап қылған. Сертификат дейміз ғой, сол сертификат анықтама қағаздарын сұрап жатады кейбір адамдар. Мен де солай сұрап жатам. Ол да болса біздің ары қарай денсаулығың жақсарып кетуге бірден бір себепкер. Яғни дәріні алам, оның артына қараймын, қаяқтан шығып жатыр. Мысалы фармацевтика дейміз, олардың жаңа Германиядан дейміз, сапалысын алуға тырысам. Яғни бірақ қазір таңда біз енді Қазақстанның өзінде болсын, шетелден мысалы Қытайдан болсын, басқа жақта әкелінетін дәрілер өте көп, бірақ олардың сапасы сын көтермей жатады.
Дәрі-дәрмектерді қалай пайдалану туралы нұсқауды әрқашанда оқуға тырысамыз ба? Әсіресе кеңінен танымал болып кеткен ауру сезімін бәсеңдететін дәрілерді қашып оқуға ерінетініміз рас. Бірақ жасанды дәрілер мен ерітінділер еліміздің дәріханаларында көптеп кездеседі. Сарапшылар сатып алар алдында дәрінің нұсқауымен мұқият танысып алу қажет деп кеңес береді. Және таза дәрінің нұсқауында орфографиялық қателер болмау керек. Сонымен қатар қорабы бүтін, сақталу мерзімі жазылып тұруы шарт. Дәрігерлер ғаламтордан дәрі сатып алуға қызықпаңыздар деп кеңес береді. Өткен жылы әлем бойынша 10 мың заңсыз онлайн дәріханалар жабылған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша виртуалды тордағы дәрі-дәрмектердің жартысынан көбісі жалған болып шыққан. Сараптама мәліметтері бойынша дүниежүзі нарығының 4-тен 1 бөлігін жалған дәрі-дәрмектер құрайды. Еуродағы елдерінде көлемі 1-3%-дан аспайды, ал Африка мемлекеттерінде 80%-ға шамалас. Қазақстанда дәрі-дәрмектер нарығы қатаң қадағалауда ұсталынады дейді министрліктегілер. Ал 2015 жылға қарай жасанды дәрі-дәрмектер бойынша халықаралық база мәліметтеріне шығуды жоспарлауда. За это, за использование. Интеллектуалды меншік иесінің рұқсатынсыз пайдаланатындарға қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тарту қарастырылған. Жалған өнімдер өндірумен айналысып жүрген тұлғалар қылмыстық заңнама негізінде қоғамдық жұмыстарға 2 жылға дейін артып қоюға болады. Вплоть до 2 лет. Жалған заттар жасап шығаратындармен бүкіл әлем күресуде. Францияда люкс брендтерінің өкілдері фейктерге қарсы жаңа компаниялар ашуда. Сол фейктер кесірінен жергілікті кәсіпорындар жыл сайын 6 миллиард доллар шығындайды екен. Ал Қытайда жалған тауарлар сататындарға қатаң қарайды. Оның үстіне үкіметтің ашуына ғаламтор сайттарда тиеді. Мысалы, 2 жыл бұрын сол елде 70-тен астам адам қамауға алынған. Олар атақты брендтің атын жамылып, сөмкелер шығарып сатқан. Бұл заңсыз бизнес өз иелеріне 800 миллион доллардан аса табыс әкелген. Там принимаются, безусловно, достаточно серьезные. Бұл Қытай, ол жақта өздерінің экспорттық өнімдерді жақсарту үшін қатаң шаралар қолданылады. Бірақ бұл жерде өте арзанға сатып алып, аса қымбатқа сатқысы келетін біздің сатушылар қомақты пайда тапқысы келеді. Сондықтан да сапасыз тауардан жылдам ақша табуға болатыны айдан анық. Желание быстро заработать и много. Дүниежүзілік қауымдастық контрафакталық және пираттық өнімдерге қолданылатын шараларды қатаңдатуға шақырады. Тек былтырғы жылдың өзінде кедендік одақ аймағында 9,5 миллион контрафакт анықталған. Но здесь ужесточать палка о двух концах. Егер шараларды қатаңдататын болсақ, бір жағынан пайдалы, бір жағынан қолайсыз болуы мүмкін. Себебі заңды орындайтындар жасырынсыз және ресми түрде жұмыс істейді. Және оларға бұл қатаңдық қиынға түсуі мүмкін. Себебі заңға бағынбайтындар қашып кетеді, оларды табу қиын. Ақыр аяғында кінәсіз заңға бағынатын адамдар бүкіл жүкті арқалап қалып жатады. Просто приведет к тому, что легитимные в более будут нагруженной форме находиться. Сарапшылардың айтуы бойынша Қазақстанға осындай сатылымдарды қадағалап отыратын арнайы орган керек. Бірақ мұнда да күтпеген кедергілер бар. Тексерістердің көптігі кәсіпкерлер үшін ауыртпалық болуы мүмкін. Вот эта форма контроля у нас нет ее. Бізде бұл үлгілер жоғалып кеткен. Сату кезінде сол заттарды қадағалайтын реттегіш табу қажет. Демек, бұл үрдіс тықпалаусыз, қыстырылусыз болуы шарт. Себебі барлық әкімшілік басқару кәсіпкерлердің шамадан тыс шығынға батуына әкеліп соқтырады. Сондықтан да басқа тауардың зат белгісімен өзге заттарды сататындарды ұстау үшін әрқашанда оларды бақылауда ұстау қажет. Предпринимателя и лишние затраты. Бүгінде біз кез келген заттың көшірмесін жасай аламыз. Ақша, құжат, киім-кешек, тіпті өз өмірімізді де. Пираттылық 21 ғасырда кеңінен жайылды. Тек қаржылық полицияның көмегімен жалған заттар дайындауды түбірімен кесіп тастау мүмкін емес. Сарапшылар қазақстандықтарды жасанды заттар сатып алмауға шақырады. Одан да сертификацияланған тауар шығаратын өндірушілер мен сатушыларға сенгендеріңіз жөн.